Ашық жобасына қатысатын субъектілеріне шектеу шараларын бекіту туралы қаулыға қол қойылды. Түркістан облысының бас мемлекеттік санитарлық дәрігері орынбасарының номері 9 қаулысына сәйкес кәсіпорындарға шектеу қойылды. Аталмыш қаулыға сәйкес ашық жобасына қатысатын субъектілеріне тиісті шектеулер қойылды. Арнайы бекітілген платформа негізінде барша кәсіпкер субъектілерге мониторинг жүргізуге және де баршаларының карантиндік жағдайын тексеріп отыру тапсырылды. Айта өтейік, аудан бойынша кәсіпкер субъектілер саны 4000-ға жуық, ірі кәсіпкерлер саны 950-ді құрайды. Бір айта кетерлігі, аудан бойынша кәсіпкерлерден коронавирус белгісі анықталмаған. Ашық жобасы бойынша мониторинг жұмысы бекітілген. Ол бойынша қазір әр кәсіпкерлік субъектілерге ашық жобасына, пилоттық жобасына қатысуға ерікті түрде жұмыс жүргізіліп жатыр. Ол бойынша біз негізгі қағида бұл жерде қауіпсіздік. Біз ол бойынша ашық жол пилоттық жобасын айтатын болсақ, яғни әр кәсіпкерлік субъекті келген азаматтың жаңағы қандай денсаулық жағдайының толық жақсы жағынан қарастыру үшін, яғни өзінің кәсіпкерлік субъекті өзінің жұмысын тоқтатып қалмас үшін ашық пилоттық жобасының QR-код арқылы смартфонына жүктеп кіру мүмкіндігіне ие болады. Вирустық инфекция күшейіп, Түркістан облысы қызыл аймаққа кірген жағдайда ашық жобасына қатысатын кәсіпорындардың жұмыс уақытына шектеу қойылады. Олардың қатарына қоғамдық тамақтану орындарына 50%, мәдениет объектілері, театрлар, кинотеатрлар, концерт залдары бойынша 30%, боулингке 50%, тағы басқа осы секілді халық көп шоғырланатын орындарға арнайы белгіге мөлшерлік пайыздан аспай жұмыс істеуін жүктейді. Мемлекет басшысының бастамасымен қолға алынып отқан іс-шара осы 1 сәуір айынан бастап осы пилоттық жоба ендірілген. 26 сәуір айына дейін осы пилоттық жобада жүрді. Енді 26-сынан бастап жаппай Қазақстан Республикасының барлық деңгейінде осы ашық мобильдік қосымшасына сәйкес іс-шара жүргізу қолға алынуда. Қаңтар, ақпан, наурыз айларындағы аурушаңдық деңгейі осы сәуір айында 2 есеге артып отыр. Ол жалғыз біздің Жетісай ауданында емес, бүкіл Қазақстан Республикасында осындай деңгей байқалуда. Сондай-ақ Жетісай ауданда эпидахуал қуантарлықтай жағдайда емес. Сәуір айында вирус жұқтырғанда саны 2 есеге артып отыр. Коронавирус жұқтырғанда 190 болса, вирусты пневмонияны жұқтырғандардың саны 133-ті құрап отыр. Науқастармен қарым-қатынаста болған 1470 адамдарды медициналық бақылауға ала отырып, олардың арасынан 49 науқас анықталған. Республика бойынша Түркістан облысы жасыл аймақта тұрғанымен Жетісай ауданы бойынша науқастар саны көбеюде, ал карантиндік режим күшейтілуде. Бақнұр Ісімбет, Мақсат Кәрім, ақпарат Жетісай ауданынан.